10 А сынып оқушысы Исламжан Қымбат, тарих пән мұғалімі Азиева Дилям. Бүгінгі видеоролик тақырыбы тарихи ескерткіштер. Ұлы даладағы тарихи мәдени ескерткіштер ұлтымыздың байлығы, халқымыздың өткеннен сыр шертетін қастерлі мұра. Ал қазақтың 4 астанасы орын тепкен сырдың бойында да өткеннің сайраған ізіндей, көненің көзіндей тарихи және мәдени орындар жетерлік. Мәдени ескерткіш Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуе орнына айналып кетеді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі аса үлкен порталды күмбезді құрылыс. Оның ені 46,5 метр, ұзындығы 65 метр. Жалпы тұрқы симметриялы, жеке бөлшектері асимметриялы болып келетін бұл ғимарат 8 түрлі бөлмелер тобынан тұрады. Қазандық, үлкен ақсарай, кіші ақсарай, құдықхана, кітапхана, асхана, көрхана, мешіт. Орта ғасырлық сәулет өнерінің ескерткіші Рабия Сұлтан Бегім кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің оңтүстік шығысында 60 метр жерде. Әмір Темірдің немересі, Ұлықбектің қызы Әбілқайыр ханның әйелі, белгілі хандар көкенші мен сүйеншінің анасы Рабия Сұлтан Бегімге арнайы салдырылған. Бұл кесененің құлпытасы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен табылған. Құлпытаста Бегімнің Әмір Темірдің ұлы Ұлықбектің қызы екендігі 1485 жылы қаза болғандығы туралы жазылған. Қылует жер асты мешіті. Республикалық мәртебеге ие ескерткіш. 20 ғасырдың бірінші жартысына дейін үздіксіз жұмыс істеп тұрған жартылай жер астында орналасқан орта ғасырлық діни құрылыстардың бірі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің оңтүстігінде 120 метр қашықтықта орналасқан шығыс моншасы. Түркістан қаласындағы архитектуралы ескерткіш. Жартылай жер астынан салынған көп күмбезді құрылыс, күйдірілген шаршы кірпіштен қаланған қасбеттерінің сәндік әшекейлері жоқ, қабырғалары кірпіштен қаланған. Көлемі жағынан әр қилы 9 бөлмеден тұрады.